Сәлем менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қазақ контентін үлестеріңізді қоссаңыздар екен деймін. Өте керемет бүгінгі жасайтын салатымыз. Дәмді салат және көкөністерге толы салат жасаймыз. Ең бірінші біз көкөністерімізді тазалап, жуып аламыз. Одан кейін көкөністерімізді осылай турап бөліктерге бөліп аламыз. Қиярымызды турап алған соң, осылай тәтті бұрышымызды да осылай тазалап, жіңішкелетіп турап аламыз. Мен тәтті бұрыштың 3 түрінен қостым. Өте әдемі салаттың сәнін беретін, светін әдемі ашып тұру үшін осы тәтті бұрыштың 3 светінен алдым. Осылай тәтті бұрышымызды турап алдық. Одан кейін біз қызыл пиязымызды алып, осылай жіңішкелетіп турап салатымызға қосамыз. Және де одан кейін біз помидор қосамыз. Бұл помидорды қолданбасаңыздар, черри помидоры да болады. Мен осындай үлкен помидорды қолдандым. Осылай помидорымызды да бөліктерге бөліп, салатымызға қосамыз. Және де енді чеснокты қосамыз. Чеснокты да майдалап қосып жіберіңіздер. Өте дәмді, дастарханның сәнін ашатын салаттардың бірі дегім келеді. Достар, сосын мен қызылдәрі қостым. Мен ащыны жақсы көргендіктен қызылдәрі қостым. Егерде жақсы көрмейтіндеріңіз болса, ащыны қоспасаңыздар да болады. Енді мен саңырауқұлақ қосамын. Осы саңырауқұлақтың ірісін алдым консервідегі. Осы консервідегі саңырауқұлақты қоссаңыздар болады. Өте дәмді және де саңырауқұлақтың пайдасы мол, кальций бар құрамында. Осылай салатқа қостым. Енді шамалы араластырайық. Сосын банкадегі кішкене қиярларды қосып жібердім. Соленый. Сосын бір банканы қостым, кішкене банкі. Енді қосып араластырамыз салатымызда. Енді кішкене мен сәбізді теркіден өткізіп, тұз сеуіп, уксусын сеуіп, осылай бұқтырып қойған едім. Осы салатқа қосам деп. Енді осы салатқа қосамыз. Бір кеседей қосамыз салатты, сәбіз салатты. Енді тұз саламыз. Бір қасықтай, кішкене қасықпен. Және де соя тұздығынан 2 қасық саламыз. Соя тұздығынан 2 қасық құямыз. Және универсальный приправадан салдым. Және де көк шөптен кинза және укропты турап саламыз. Бұл салат өте ерекше, бір жағынан дәмді және де витаминге толы салаттардың бірі. Осы көктем айында жасап
жесеңіздер болады. Және де дастарханға қойғанда да өте әдемі болып көрініп тұрады. Сән береді. Енді салатымызды араластырып, әбден араластырамыз. Сосын жарты сағатқа бетін бұқтырып қоямыз. Сосын барып тарелкамызға салып жей берсек болады. Өте дәмді салат шыққан. Достарым, сіздер де жасап, осылай жасап жеңіздер. Және де қонақ келгенде де бірден жасай салатын салаттардың бірі.